Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте тойымды әрі дәмді болып шығатын алатау салатын дайындаймыз. Сіздерге міндетті түрде видео рецепт ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен салат жапырағы, сыр, чили помидоры, кез келген шұжықты пайдалансаңыздар болады, және де корнишон, және де чечил сыры. Ең алдымен біз салат жапырағын қолымызбен үзіп салып шығамыз. Туралған чили помидорын, шұжығымызды, корнишонымызды және де сырымызды ыдысымызға салып аламыз. Салатымызға соус дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ және де майонез, чеснок қажет болады. Барлығын бір ыдысқа салып, араластырып шығамыз. Соусымызды салатымызға салып, салатымызды біркелкі болғанша араластырамыз. Салатымызды 15-20 минутқа қойып қоямыз. Салатымызға соус сіңіп тұру қажет. Біздің салатымыз дайын. Чечил сырын әдемілік үшін бір-бірінен ажыратып, суға 1-2 минутқа салып, судан оны алып, бір-бірінен ажыратып аламыз. Салатымызды тарелкаға орналастырамыз. Тарелкамыздың жан-жағын сүртеміз. Үстіне чечил сырын қойып шығамыз. Біздің салатымыз дайын, өте дәмді әрі әдемі болып шықты. Өте тойымды салаттардың бірі. Сіздерге жасап көруге кеңес берем. Видео рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.